Сәлеметсіз бе, құрметті көрермендер. Мен бүгін өткен постта жариялаған бір есептің шешімін сізге ұсынғалы отырмын. Есептің шартын қысқаша қайталап өтсем, сатушыда сүт өнімдері бар. Олар 6 ыдыстарға құйылған, және ыдыстардағы сыйымдылықтары 15, 16, 18, 19, 20 және 31 литр. Сүт өнімдері, олардың ішінде айран бар, қымыз бар және шұбат бар. Және есептің шарты бойынша бізде қымыз шұбаттан 2 есе көп мөлшері. Және сұрақ, айран қай ыдыста орналасқан, немесе айранның көлемі мөлшері неше. Айран бір ыдыстың ішінде ғана орналасқан. Сонымен бұл есептің шешімі қалай болады? Әуелі біз есептегі негізгі шарт ол қымыздың айраннан 2 есе үлкен екендігі, 2 есе көп екендігі. Біз осыған сәйкес есебімізді шығарамыз. Яғни бір сан екінші саннан 2 есе үлкен болған кезде ол бізге қалай көмектеседі бұл жерде? Мысалы, бір санды, кез келген бір санды алып, мысалы үшін 7-ні алайық. Және оған өзінен 2 есе үлкен санды қоссақ, 2 есе үлкен сан 14, онда бізде 21 деген сан шығады. Мысалы, тағы да бір санды алып көрсек. 25 болсын. Оған өзінен 2 есе үлкен санды, яғни 50-ді қоссақ, 75 болады. Тағы да түсінікті болу үшін, мысалы, бір шаршыны алайық, оған 2 шаршы қосамыз, бізде 3 шаршы шығады. Мен енді көбінесе төменгі сыныптың оқушыларын түсіндірген кезде осындай мысал арқылы түсіндірмесін, олар қайдан шыққанын түсінбей қалуы мүмкін. Немесе жалпы x деген санды алсақ, оған 2 есе үлкен 2x деген санды қоссақ, 3x деген сан шығады. Яғни бұл мысалдардан біз шығаратын қажетті қорытынды ол бізде шыққан мәндер 3-ке бөлінетіндігі. Қалдықсыз, яғни 21 3-ке бөлінеді, 75 3-ке бөлінеді. Яғни 3-ке еселі сан шығады. 3 нүкте ол қалдықсыз бөлінеді деген мағынаны білдіреді. Сонымен, кез келген санды өзінен 2 есе үлкен санға қоссақ, шыққан сан міндетті түрде 3-ке қалдықсыз бөлінеді. Бұл түсінікті, иә? Сонымен, қымыз шұбаттан 2 есе көп болғандықтан, қымыз бен шұбаттың қосындысы, яғни қымыз В деп көлемін белгілеп қояйық, және шұбат, олардың мөлшерлерінің қосындысы 3-ке бөлінеді. 3-ке қалдықсыз бөлінеді. Ал біздің барлық өнімдердің қосындысын қанша болатынын есептейік. 15 қосу 16, қосу 18, қосу 19, қосу 20, қосу 31. Яғни барлық сатушыдағы барлық өнімдердің көлемі бізде 119 литр. 119 литр. Сонымен, енді мынау мәндерге назар аударсақ, 15 деген сан бізде 3-ке бөлінеді. Яғни 3-ке қалдықсыз бөлінеді. Немесе оны басқаша арифметикада былай жазу қабылданған жазу бар. Модульдік арифметика деп айтады. Яғни 15-тен 0 модуль 3. Яғни 15 3-ке бөлгенде қалдығы 0-ге тең деген мағынаны білдіреді. 16-ның қалдығы 1-ге тең модуль 3. 18 3-ке қалдықсыз бөлінеді, яғни қалдығы 0-ге тең. 19 3-ке бөлгендегі қалдық 1-ге тең. 20 3-ке бөлгендегі қалдық 2-ге тең. Және 31 3-ке бөлгендегі қалдық 1-ге тең. Және олардың қосындысы 119. 119-ды 3-ке бөлсек, қалдық 2-ге тең шығады. 2-ге тең болады. Яғни 119-ның 3-ке бөлгендегі қалдығы 2-ге тең. Енді есептің шешіміне
жақындадық. Сонымен 119 3-ке бөлгендегі қалдығы 2-ке тең. Және мынау 6 санның ішінде тек 20 саны 3-ке бөлгендегі қалдығы 2-ке тең екенін көріп отырмыз. Демек, бөлінгіштік арифметикада тамаша бір қасиет бар. Егер 2 сан қандай да бір санға бөлгендегі қалдықтар тең болса, онда олардың айырмасы сол санға бөлінеді, қалдықсыз бөлінеді. Яғни 119 бізде 3-ке бөлгендегі қалдығы 2-ке тең, және 20 санының 3-ке бөлгендегі қалдығы 2-ке тең. Демек, олардың айырмасы 99. 3-ке бөлінеді, қалдығы 0-ге тең. Расымен де 99 саны 3-ке бөлінеді. 99-ды 3-ке бөлетін болсақ, бізде 33 шығады. Демек, шұбаттың көлемі бізде 33-ке тең. Сәйкесінше қымыз одан 2 есе көп. Қымыздың көлемі 66 литр. 33 және 66 литр. Олар бұл ыдыста қалай орналасқандарын есептейік. Міне бірінші және үшінші ыдыстағы мөлшерлерді қосса 15-ке 18 33 шығады. Яғни 15-ке 18-ді қоссақ 33 болады. Демек, қалғандары 16, 19 және 31, олардың қосындысы 66 болады. Міне, біз анықтадық. Шұбаттың көлемі 33, 66 литр ол қымыз. Демек, жауабы айран. Айранның көлемі 20 литр. Бұл есеп сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Жалпы бұл осындай қасиеттерді білетін оқушылар үшін аса қиындық туғыза қоймайтын, енді өте жылдам, өте тез ауызша шығаруға болатын есеп жалпы. Және оқушылардың көп жағдайда қоятын сұрақтары бұл есептерде айран, қымыздың жалпы олардың көлемдері әрқашан бүтін сан болу қажет па, мысалы, немесе кейбір шелектерде мысалы қымыз бен шұбат араласқан болуы мүмкін бе деген сияқты. Енді әрине ондай контекст бойынша олай болмайды. Әрине бүтін сан болу керек, себебі бөлшек сан болса, есептің шешімі шексіз көп болып кетеді. Яғни ол есептің жалпы мағынасы болмайды. Барлығыңызға тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыз.